Сәлем қыздар, команда қалдарыңыз қалай? Міне сіздерге бүгін мен маркетинг планды түсіндіремін, е. Міне Колкап компаниясының маркетинг планы осындай. Міне осындай 2 беттен тұрады. Қараңыздар, оңай маркетинг план. Енді қараңыздар. Бізде қандай жерде статустар бар, е? Бізде сіз жаңағыдай либо директорсыз, либо просто тұтынушысыз. Просто потребитель болатын болсаңыз, онда сіз ассистент боласыз. Ал біздегі ең бірінші статус ол директордан басталады. Сразу бірден либо сіз потребительсіз, либо сіз директорсыз. Бізде жаңағыдай басқа компаниялардағы сияқты 3% менеджер, 6% менеджер деген сияқты статустар жоқ бізде ондай. Бірден сіз директор статусында боласыз. Қараңыз, мына жерде ассистент, ол ассистент дегеніміз жай просто потребитель деген сөз. Мысалға, сіз компанияға келіп тіркелгеннен кейін 20% жеңілдік аласыз, барлық продукцияға, сіз ассистент боласыз. Бізде ең жақсы жаңа керемет жақсы плюсымыз, бізде просто потребительдердің өзіне де жаңағыдай көп көрім бонус түсіп отырады. Басқа компанияда бұндай бонустар вообще берілмейді потребительдерға. Просто 20% жеңілдік қана беріледі, ал басқа ешқандай бонус оларға түспейді, Ал біздің компанияда ерекшелігі осы, потребительдерға да бонус түседі. Міне, потребительдерға 5% бонус түседі. Мысалға, сіз просто потребительсіз, бірақ сізге продукция өте қатты ұнайды, және сіз бір адамға, өзіңіздің бір танысыңызға рекомендация жасайсыз, яғни осы компанияның бір детоксты ұсынасыз. Мысалға, ол кісі сіздің рекомендацияңыз бойынша сіздің жаңағыда сіз ол кісіні тіркеп қоясыз командаға, тіркеп қоясыз. Может, ол кісіні сіз тіркеген жоқсыз, может, басқа кісі тіркеді. Мысалы, сіздің астыңызда бір адам бар делік, В общем, айтқанда бір адам бар. Сіз тіркесеңіз де, сіз тіркемесеңіз де. Ол адам детоксқа заказ берді, мысалға, заказ берді, оның заказынан жаңағы детокс бізде 60 балл, 60 балдың 5% сізге түседі деген сөз. 5% сізге түседі. Сіз просто потребитель болсаңыз да. Сіз мысалға 50 балдан төмен жаңағыдай заказ жасайтын адамдар, олар просто потребительдер. Ал 50 балдан бастап заказ жасайтын адамдар, олар бизнес-партнерлар деп есептеледі. Мысалға, сіз жаңағыдай осы жаңағы астыңыздағы, тура сіздің астыңызда тұрған адамның жаңағыдай заказынан 5% сізге түсетін болады. Одан кейін сіздің балдарыңыз жиналады. Бұл жерде потребительдердің балдары жинала береді. Сіз мысалға осы айда 20 балға заказ жасадыңыз, келесі айда 30 балға, одан кейінгі айда 50 балға, одан кейін 100 бал. Сөйтіп сізде белгілі бір период ішінде, мысалға 3 айдың ішінде сіз 500 бал жинадыңыз. Общий, бұл балдарыңыз күймейді, есептеліне береді. 500 балға келген кезде сіз VIP потребитель боласыз. Яғни VIP потребитель болған кезде сізге компанияда бізде директор деген статус бар, Директор статусында бізде 60 000 теңге зарплата түседі, Тура директор статусындағы жаңағыдай 60 000 теңге алатын жаңағыдай бизнес-партнерға ақша түседі, 60 000 теңге. Тура сізге де сол 60 000 теңге ақша түсетін болады. Сіз VIP потребитель болған кезде. Сіз ол ақшаны жаңағыдай өзіңізге продукция аласыз. Тек қана продукцияға береді. Тегін, зато өзіңізге тегін продукцияны алатын боласыз компаниядан. Одан кейін VIP потребитель болған кезде сіздің жаңағы астыңызда тұрған, тіркеліп тұрған адамнан, бірінші линияңыздағы адамнан 10% кэшбэк аласыз. Кэшбэк, көрдіңіз ғой, Бұл да сізге жаңағыдай плюс. Бұндай тоже ешқандай компанияда ешқандай кэшбэк берілмейді, 5% да берілмейді. Ал бұл жерде біздің потребительдерға да осындай жақсы бонустар беріледі. Міне көрдіңіздер ғой, қандай керемет. Просто потребитель болсаңыз да, бұл жерде еш нәрседен ұтылмайсыздар. Енді директор статусы бізде всего лишь 500 балмен ғана жасалынады. Міне 500 бал деп тұр, және 50 бал деп тұр. 50 бал өзіңіздің личный жасаған заказыңыз 50 бал болу керек. 50 балға заказ жасайсыз, солай бизнес бастайсыз, Компанияда өзіңіз 50 бал, және де мына жерде 500 бал общий деп тұр. Командамен 500 бал общий жасауыңыз керек.
сіз өзіңіз жалғыз өзіңіз тек қана 50 баллға заказ жасайсыз. Значит, астыңыздағы адамдар 50 балл может жасайды біреу, может біреу 100 балл жасайды. Общий 500 балл, сіздің балыңызды қосқан кезде, общий 500 болған кезде, сіз уже директор статусын жасайсыз. Директор статусын қалай жасауға болады, қазір мына жерге түсіндіріп кетейін. Міне қараңыз, мына жерде сіз өзіңіз 50 балл заказ жасадыңыз. Сіз мынандай 2 ветка аштыңыз. Ветка дегеніміз команда деген сөз ғой. Бірінші командаңыз, мынау бірінші веткаңыз, мынау екінші веткаңыз, бірінші веткаңызда астыңызда 4 адам тіркеліп тұр деліге, 4 адам тіркеліп, и 4-еуі де 50 балдан жасады, 200 балл беріп тұр сізге. Мына адамдарды сіз тіркесеңіз де, сіз тіркемесеңіз де, барлық адамның балдары, жалпы айтқанда сіздің астыңыздағы адамдардың балдары сізге есептелінеді. Сіздің командный товарооборотқа есептелінеді. Ол адамды мейлі басқа адам тіркесе де. Енді мына жерде қараңыз, екінші веткаңызда бірінші адамыңыз мына жерде 50 балл салыпты, біреу 100 балл салыпты, и мынау тоже 100 балл салыпты. Мына жерде 3 адам. 3 адамның өзі сізге 250 балл беріп тұр. Мына жерде 4 адам 200 балл беріп тұр. Және өзіңіздің 50 балыңыз бар. Общий енді осыны есептесек 500 балл шығып тұр. Общий 500 балл болғанда сіз директор боласыз. Міне көрдіңіздер ғой, директор болу деген біздің компанияда өте оңай. Өте жеп-жеңіл. Всего лишь неше адаммен сіз директор болып тұрсыз бұл жерде? Всего лишь бұл жерде 4 адам, бұл жерде 3 адам, 7 адаммен ғана сіз директор болып тұрсыз. 7 адаммен. Міне 7 адаммен ғана сіз бұл жерде директор болып тұрсыз. Сіз 7 адаммен, 8 адаммен, 9 адаммен, немесе 5 адаммен де директор бола аласыз бұл жерде. Енді қараңыздар, мына жерде серебряный директор деген статус бар, бізде. Серебряный директор статусында астыңызда бір директор болу керек маркетинг план бойынша. Ол серебряный директор бізде 1000 баллмен жасалынады. 1000 балл. Яғни қараңыздар, мына жерде мен былай сызып көрсетейін. Міне дайындап қойдым уже. Міне өзіңіз мына жерде 50 балл салдыңыз. Мына жерде сізде 2 ветка бар. Мысалға Агеля, мына жерде сізде бір директор шықты делге. Сізде бір директор шығу керек астыңыздан. Сізде бір директор шыққан кезде ол 500 баллмен директор болды, бірақ сізде мынадан астыңыздан бір директор шыққан кезде сізде мына жақта екінші веткадан өзіңізден 500 балл отрыв жасау керексіз. Общий 1000 балл болады, сол кезде сіз серебряный директор боласыз. Мына жерде астыңыздан бір директор шыққан кезде өзіңізде отрыв болу керек. Отрыв дегеніміз не, қыздар? Отрыв ол сіздің ақша алу үшін керек нәрсе. Мына жерде өзіңізден отдельно отрыв болу керек. Отрыв мысалға 450 мына жерде жасалынған. Мысалға Анар 50 балл салды, оның астындағы адам 150, оның астындағы адам 150, сөйтіп мына жерден 450 балл шығу керек. Яғни 500 шығып кетпеу керек. Мына жерден 500 шығып кетсе, сізде значит астыңыздан 2 директор шығады деген сөз. Мына жерде 500, мына жерде 500, 2 директор шығып кетеді сізден. Ал сізде 2 директор шықпау керек. Мынау отрывқа кету керек. Мына жерден 450 ғана шығу керек. 450 шығу керек, и мына жерде өзіңіздің 50 балыңызды қосқан кезде 500 болу керек. Осылай 500 болған кезде бұл сіздің отрывыңыз болып есептелінеді. Бұл отрыв, қыздар. Бұл отрыв мынау. Общий, мына жақтан отрывыңыз 500, мына жақтан бір директор шықты, Агеля 500 балмен директор болды. 1000 балл болған кезде сіз серебряный директор боласыз. Міне осылайынан жасалынады серебряный директорымыз. Енді следующий золотой директор. Золотой директор болған кезде қараңыздар, сіздің астыңыздан 2 директор шығу керек. 2 директор болу керек, және де командалық товар оборотыңыз 2000 балл болу керек. Сізде міне қараңыз, золотой директорда 2 веткадан 2 директор шығу керек деп тұр. Мына жерде серебряный директорда сізде бір веткадан бір директор шықса серебряный директор боласыз. Ал золотой директорда 2 веткадан 2
міне мысалға сіз мына жерде екі ветка тұр ғой, осы екеуі де директор болу керек. Агеля да, Анар да директор болу керек. Мына жақта 1000 балл, мына жақта 1000 балл, 2000 балл болған кезде сіз золотой директор боласыз. Енді қараңыз мына жерде. Золотой директор общий 2000 балл деп тұр, иә? Одан кейін қыздар мына жерде қараңыздар, 10%, 8%, 5% деп тұр, иә? Мыналар не деп ойлап тұрған шығарсыздар, иә? Бұл поколение. Поколение дегеніміз, қараңыздар, мысалға сіздің астыңыздан бір директор шықты. Мысалға менің астымнан мына жерде мынау мен деп есептеген, мына жерде Агеля директор болып шықты. Бұл менің бірінші директорым болатын болып тұрса, егер мына Агеля менің бірінші директорым, бұдан мен 10% алам деген сөз. Мына 10% алам деген сөз. Ал оның астынан тағы да директор шықса мына жерден, одан мен 8% алам деген сөз. Көрдіңіз бе? Міне мына жерде неге жазылып тұр, қазір қараңыздар. Міне мынау сізсіз, иә? Мына жерде міне сізде бірінші директорыңыз шықты. Бірінші директорыңыз 1000 балл екен. 1000 балл, мынау уже сіздің серебряный директорыңыз. Мынау 1000 балл мен серебряный директор деген сөз. Оның астында, серебряный директордың астында бір директор бар, иә? Міне, ол 500 баллдық директор. Бұдан сіз 8% аласыз. Мынау бірінші, мынау екінші поколенияңыз, ұқтыңыз ба? Ал мынау сіздің отрывыңыз. Мына жерде қараңыз. Қалай, иә? Міне мына жерде сіз мынау золотой директор. Мынау золотой директор. Мына жерде қараңыз, мынау 1000 балл жасайды, мынау 500 балл жасаған, иә? Мына жерде өзіңіздің 450 және мына жерде 500 баллыңыз бар, 2000 балл общий болып тұр, и сіз бұл жерде золотой директор боласыз деген сөз. Енді қараңыз, ақша қалай есептелінеді, иә? Мына жерде қараңыз. Мына жерде міне ақшаның қалай есептеліну керек екен, есептелінетінін жазып қойдым. Бұны қазір отдельный видео қылып жіберем. Так, енді дальше продолжаем. Изумрудный директор, иә? Золотойдан кейін изумрудный директор. Изумрудный директор 3 ветка болу керек сізде. 3 ветка, яғни 3 командаңыз болу керек. 3 командаңыздан 4 директор шығу керек. Одан кейін командалық товарооборотыңыз 3500 балл болу керек. Және де өзіңіздің личный заказыңыз, мына жерде 50 балл болды ғой, иә? Ал мына жерде 70 балл болады. Уже сіз мына жерден изумрудный директордан бастап 70 балл жасайсыз өзіңіз лично, и отрыв 500 балл болады. Қараңыз, бізде ең жақсысы, сіз қай званияда болсаңыз да, сізде отрыв всегда 500 балл болады. Всегда. Мына отрыв өсіп кетпейді бізде. Всегда 500 балл отрыв. Міне, даже көрдіңіз бе, мына жақта міне мастер, серебряный мастер, 500 балл ғана деп тұр, міне. 500 балл отрыв деп тұр. Ал мына жақта вообще мүлде жоқ, иә? Міне, мына жақта мүлде жоқ. Отрыв деген жазылмаған. Мына золотой директордан бастап вообще отрыв та керек жоқ болады. Көрдіңіздер ғой, қандай керемет. Енді қараңыздар. Мына жерде изумрудный директор, қараңыздар, 4 поколениядан ақшалады. Мына жерде сіздер 3 поколениядан аласыз золотой директорда. Бірінші поколениядан 10, жаңағыдай 8, 5, золотойда жаңа айтып кеттік. Енді изумрудта қараңыз 4 поколениядан аласыз. Бірінші поколениядағы директорыңыздан 10%, екінші поколениядағы директорыңыздан 8% аласыз. 3-тен 5, 4-тен 5. И мына жақта өсе береді, поколениялар өсе береді. Бір поколения міне қосылып отыр. Мына жерде 4 болса, мына жерде бриллиантта уже 5 поколениядан аласыз. Ал мастер званиясында уже сіз 7 поколениядан аласыз. Және де бізде көбейіп отырады, қараңыз. Енді бриллиантовый директорға келейік. Бриллиантовый директор статусы бізде всего лишь 6500 балмен ғана жасалынады. Ойлаңыздар, 3-ақ веткамен. Біз бұл жерде Coral компаниясында глубинаға жұмыс жасаймыз. Яғни ветка аша бермейміз. Яғни команда ашып жаңай кете бермейміз. 10-шы, 20-шы ветка ашпаймыз біз. Өйткені біз астымыздағы адамдарды өсіреміз бұл жерде. Бізде өте жақсы, міне 3-ақ веткамен жаңадай сіз бриллиантовый директор бола аласыз. Қараңыз, 3 веткаңыздан 8 директор шығу керек. Және мына жақтарда шықты ғой сізде директорлар, мына жақта қаншама директорлар шықты сізде. Вот мына жақта золотой болған кезде сізде 2 директор шықты, изумруд болғанда 4 директор шықты, бұл директорлар қосылады. Мына 8-дің ішінде жаңағы 4 директорыңыз бар деген сөз. Мына 8, мынадан бөлек 8 директорыңыз жаңа директор екен деп ойламаңыздар. Бұл
жаңағыдай общий мына 4 директорыңыз қосылады, плюс тағы да 4 директор болу керек. Сол кезде общий 8 болған кезде, сіз командный товарооборот 6500 болған кезде, сіз уже бриллиантовый директор статусын ашасыз. Басқа компанияларда даже мына 6500 балл деген ол өте оңай. 6500 баллмен даже директор бола алмайды олар. Ал бізде сіз 6500 мен бриллиантовый директор болып отырсыз. Еще қараңыз, қаншама 5 поколениеден табыс алып отырсыз. 10%, 8, 5, 5, 5-тен осылай каждый директорыңыздан осынша пайыз жаңағыдай табыс аласыз. Енді қараңыз, мастер званиясы, бұл енді күшті звания, бұл компаниядағы мастер званиясы деген. Мастер званиясы бізде всего лишь 4-ақ веткамен жасалынады. 4 веткамен ойлаңыздар, 16 директор болады. Мына 8 директорыңызға тағы да 8 директор қосылу керек. Сол кезде общий 16 директорыңыз болу керек. Және де командалық товарооборотыңыз 12500 болған кезде, сіз уже жаңағыдай мастер званиясын ашасыз. Және де мастер званиясынан бастап уже сіздің жаңағыдай ай сайынғы жасайтын заказыңыз 100 балл болады. 500 балл отрыв болады. Міне қараңыздар, бұл жерде 7 поколениядан алады. Және қараңыздар, бұл жерде еще 1% қосылады. Уже көріп тұрсыздар, плюс 1 деп тұр. Мына жерде уже мастер званиясында сіздер 10% емес, бірінші поколениядан 11% аласыздар. Екінші поколениядан уже 9% аласыздар. Мына жерде 6, 6, 6, 6 и бесконечно міне жетінші поколениядан 1%, одан кейінгі 8-ші, 9-ші, 10-ші поколениялардан шексіз ала бересіз, 1% шексіз аласыз. До конца аласыз. Қаншасыншы поколение болса да, солардың барлығынан 1% аласыз. Одан кейін бізде мастер званиясы 12500 баллдық мастер болады, және де бізде 20 мыңдық мастер болады. 20 мың балл болған кезде командалық товарооборотпен. Ол кезден бастап бізде қараңыздар, міне машинаның суреті тұр, үйдің суреті және саяхат тұр. Осы бонустар осындай жаңағыдай ашылады сізге. Автобонус, бонус недвижимости және де каникул, мастерские каникулы дейді. Осылар сізге берілетін болады компаниядан. Енді қараңыз, одан кейінгі екінші бетке кетейік. Міне мынау уже екінші бетіміз біздің. Бұл жерде уже мастерлардың түр-түрі болады. Мастер званиясы міне жаңа айтып кеттік, оны. Енді бізде серебряный мастер бар мына жерде. Серебряный мастер званиясы бізде 4 ветка. 4 ветканың біреуінен бір мастер шығу керек. Өзіңіз сияқты бір мастер шыққан кезде, және де общий 24 директор болған кезде командаңызда, командалық товарооборотыңыз 18500 болған кезде, сіз уже серебряный мастер боласыз. Серебряный мастер бересіз. Одан кейін дабл серебряный мастер. Бұл жерде дабл серебряный мастер. Мына жерде қараңыздар, мына серебряный мастердан бастап қараңыз, плюс 2 қосылады. Мына жақта міне мастердан плюс 1 қосылды ғой, дополнительно, 10%-ға. Ал мына жерде плюс 2 қосылады. Көрдіңіз бе? Звание өскен сайын бізде ақша көбейе береді. Міне ақша көбейе береді, көрдіңіздер ғой, мына жерде 12% аласыз. Серебряный мастер 12% алады екен бірінші поколениядан. Екінші поколениядан 10% алады. Көрдіңіздер ме, қалай күшті? Ең жаңағыдай бесконечно мына жерде плюс 2 алады. Бір емес, уже плюс 2 аласыз. Қандай күшті. Дабл серебряный мастер, қараңыз, 4 веткадан 2 мастер шығу керек. Сізде уже 4 ветка бар. Мастер статусында 4 веткамен аштыңыз ғой. Енді сол 4 веткаңыздың екеуінен 2 мастер шығу керек. 24 директор. Енді қараңыз, плюс 3. Разница көрдіңіз бе? Мына жақта 2 болса, мына жақта плюс 3. 13% аласыз бірінші директорыңыздан, бірінші линияңыздан. Екінші линияңыздан бұл жерде 11% аласыз. Осылай кете береді. Плюс 3. Бесконечно плюс 3 аласыз. Золотой мастер. Командаңызда 4 веткаңыздан 3 мастер болу керек. 3 мастер болған кезде қараңыз, 14% аласыз. Бірінші линияңыздан 14%, екінші линияңыздан 12%, үшінші линияңыздан 9%. Қараңыздар, қаншама ақша, мынау деген өте үлкен ақшалар. Платиновый директор, платиновый мастер, то есть платиновый мастер 6 веткадан 6 мастер шығу керек. Мына жерде қараңыз,
бұл жерде 14,5 қосылып тұр. Золотойда 4 қосылды, міне золотойда 4 қосылды. Енді мына жерде 4,5 қосылып тұр. Қараңыздар, қаншама мынау ақша. Звездный мастер, ең күшті статус компаниядағы звездный мастер. Бұл звездный мастерда сізде 10 ветка болады. 10 веткаңыздан 10 мастер шығу керек. Әр веткаңыздан мастер шығу керек. Сол кезде сіз бірінші поколенияңыздан, то есть бірінші поколенияңыздан 15% аласыз. Екінші поколенияңыздан қараңыз, 8-ге 5-ті қосамыз, 13% аласыз. Үшінші поколениядан 10% аласыз. Супер ғой мына вообще деген. Қараңыздар, ең астында 7-ші поколениядан 5% аласыз. Бесконечно 5%. Вообще мынау деген енді супер маркетинг план. Шикарный маркетинг план, ақша деген өте көп компанияда. Қараңыздар, ең басты фишка сол бізде мына жерде 500 балмен ақ директор боласыздар ғой. Ең басты фишка.